Ұлытау таулары. Ұлытау Сарыарқаның оңтүстік батысындағы аласа таулы массив. Қарағанды облысы Ұлытау ауданы жерінде орналасқан. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 200 километрге созылып жатыр. Ұлытауда сақталған ескерткіштер палеолит пен неолит дәуірлеріне жол бастайды. Археолог ғалымдар өткен дәуірдегі адамдардың мекендерін және еңбек құралдарын тапты. Қаракеңгір өзенінің жағасында палеолит дәуірінің Қазақстандағы ең ірі шеберханасы табылды. Осы күнге дейін мұртты қорғандардың құпиясы ашылған жоқ. Бір археологтар бұл мәйіт басына салынған құрылыстар десе, екіншілері көне обсерватория дегенге саяды. Ұлы қорғандар, қорымдар, беғазданды мәдениетінің кесенелері, тастағы таңбалар, петроглифтер, шахталар, мыс, қалайы, күміс, алтын және балқытқан металл қорыту пештері және басқа да көне ескерткіштердің табылуы мен ғалымдардың зерттеулерімен Ұлытау көне заманнан бері Сарыарқаның және барлық даланың орталығы болғанын куәландырады. Ұлытау аумағында ботаникалық және географиялық зерттеулер бойынша 617 өсімдік түрлері белгілі болған. Оның ішінде 90 түрінен дәрі-дәрмекке пайдаланылды. Ұлытауды көлдер мен бұлақтар елі деп атайды.